Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге сиырдың қарнынан өте дәмді әрі тез жасалынатын салатты ұсынғалы тұрмын. Ол үшін сиырдың қарнын жақсылап іші сыртын түктеп тазалап алып, 2 сағат суда қайнатып аласыздар. Мен бір қайнаған суын төгіп тастадым да, екінші қайтара суын құйып, қайнатып пісіріп алдым. 2 сағатта қарным төп-тұмсақ болып пісіп шықты, іші бәрі тап-таза. Осы қарындарымды ұзын жолақтарға, яғни соломкаларға турап кесіп алдым. Видеода көрсетілгенде менің жолақтарым тым ұзын емес, сіздер ұзындау етіп кессеңіздер де болады. Қарын жемейтін кісілердің өзі осы салатты жегенде бірден ұнатып рецептін сұрап жатады. Сол себепті сіздерге арнайы видео түсіріп, осы рецепті ұсынғалы тұрмын. Бір дана пиязымызды ұзын жолақтарға немесе мен секілді үлкен торкөздерге турап алсаңыздар болады. Үлкен торкөздерге, яғни кубиктарға тураған кезде осылай әрбір бөліктерін ажыратып алу керек. Бір дана пиязымызды турап болғаннан кейін, бір дана болгар бұрышын ұзын жолақтарға турап аламыз. Болгар бұрышын қызыл немесе сары түсінен таңдағандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде салатымыз қанық түсті әдемі болып шығады. Пиязымыз бен болгар бұрышын турап болғаннан кейін табамызға 100 мл көлемінде майымызды құйып қыздырып аламыз. Әбден қызған майымызға пиязымызды салып, қызартып, қуырып аламыз. Пиязымызды 1-2 минут шамасында үзбей араластыра отырып қызартып, қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін болгар бұрышын қосып қуырамыз. Болгар бұрышын қосқаннан кейін көп ұстамаңыздар, сәл қуырылғаннан кейін үстіне қарнымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне 2 толы ас қасықпен соя тұздығын қосып араластырамыз да бұқтырып қоямыз. Соя тұздығын қосып араластырғаннан кейін пешіміздің астын орташа деңгейге азайтып қоямыз. Менде орташа отта 7 минут көлемінде қарным бұқтырылып тұрды. Достар, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қызыл подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларды көре аласыздар. Төменде поделиться батырмасында басып, әлеуметтік желіде осы салаттың рецептімен достарыңызбен бөлісе кетулеріңізді де сұраймын. Әрі қарай каналымның дамуына үлкен көмектеріңіз болар еді. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Қарындарды 7 минут бұқтырып болғаннан кейін үлкендеу ыдысқа аударып алдым. 2 дана қызанағымызды да ұзын жолақтарға, яғни соломкаларға турап аламыз. 3-4 дана қиярымызды да ортасынан бөліп, қиғаш етіп, ұзын жолақтарға кесіп саламыз. Қызанақ пен қиярымызды турап болғаннан кейін дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ең алдымен жарты шай қасық линхуа дәмдеуішін қосамыз. Одан кейін жарты шай қасық кориандрды қосамыз. Татымына қарай тұз себесіздер. Мен бұл жерде 1,5 шай қасық тұз, 1 шай қасық қызыл бұрыш және жарты шай қасық қара бұрыш қостым. 3 дана сарымсағымызды сарымсақ езгіш құрылғыдан өткіземіз. 200 грамм шамасындай сәбіз салатын қосамыз. Бұл жерде менің өзім дайындаған сәбіз салаты суы мол, өте дәмді болып шығады. Алдағы видеолардың бірінде жүктейтін боламын. Үстінен 100 грамм шамасында сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін ас пленкасымен орап, 4-5 сағатқа суығанша қойып қоямыз. 4-5 сағаттан кейін дәмі кіріп, осындай сөлі шығып, дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Қиялдарыңызға ерік беріп, пияз және ас көкте майдалап турап, салаттарымызды әсемдеуге болады. Осымен біздің қарнынан жасалған салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.